Лясисимберлерінің көшпенділерін оқымаған адам жоқ сияқты барлығы оқыды ғой. Алмас Қылыш деген 1971 жылы жазылды. Оның ең негізгі мазмұны бұл 15 ғасырдың ортасы мен 16 ғасырдың 10 жылдығында арасында 10 жылдығында жазылған. Және оның қазақ хандығының құрылуы, соның ішіндегі ең негізгі мәселе Шыңғыс хан туралы, Жошы хан, Бату хан, одан кейін Әбілқайыр, жалпы қазақ жерінде сол кездегі Дешті Қыпшақ жер туралы, Мауреннахр жері туралы баяндалған. Ол өте тарихи керемет шығарма. Ең бірінші мен оны 8-ші класта оқыдым. Одан кейін студент кезінде оқыдым. Одан кейін осы 10 жыл бұрын оқыдым, енді қайтып оқып жатырмын. Яғни көптен бері көңіл аңсап шөлдеген, осы биыл барып қайттым елге мен. Армансыз ақ араладым ауылды, айқыш-ұйқыш, жалғыз аяқ жолменен. Араладым шағылдарды, шатқалды, ойда отырған, қырда отырған қарттарды, қиқу салып Қоскөлдегі құс біткен, балапанын жаңа өргізіп жатқанды. Түстесіме сонау сәби шақтарын. Өзімнің қолыма ұстап отқан кітабым Ғабит Мүсіреповтің «Ұлпан» романы. Бұл «Ұлпан» романын мен өзім бала кезінен бастап оқыдым. Енді қайтадан қайталап оқып жатқан жағдайым бар. Ол тек қана өзінің отбасылық жағдайын ғана емес, сонымен қатар елмен бірге жұмыс істеп, елді сабырлыққа шақырып, әділдікке шақырып, әйел адамның бойындағы сабырлықты, елді өзіне қаратып ұйымдастыра білгендігін, әділдігін, азаматтай жұмыс жасағандығын көрсете алған. Сонысымен қызықтырды. Әлдиден эпосқа дейін деген керемет кітап. Жалпы осы отбасы хрестоматиясының кітабы маған өте ұнайды. Қаныш деген кітабын сатып алдым. Енді бұйырса уақыт тауып соны оқуға тырысамын. Жалпы 5 пен 7 сыныптарға сабақ беремін. Сол кезде ертегі өтеміз, біздер аңыздар өтеміз. Сол кезде осы отбасы хрестоматиясының эпостан әлдиге деген. Осы керемет маған жұмысыма, әсіресе қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі ретінде көп пайдасы тиді. Өзбекәлі және Мәдени майдан кітабы оқу процесіндегі мектеп өмірімен тығыз байланысты. Ол оқушыларға ұлттық құндылықтар дәріптеуді, елге қызмет етуді, мәдениетті құрметтеуді үйретеді. Кітаптар және сізге таныстырғым келіп тұрғаны Christmas in Prague, бұл Джойс ханымның кітабы, оқулығы. Бұл оқиға 1957 жылы Прага қаласында өткен екен. Бұл кітаптағы оқығандағы ең негізгі құндылық бір отбасының қалай ажырап қалғандығы жөнінде. Бұнда соғыстың және саяси құрбандар болған отбасы туралы баяндалады. Және 30 жыл өткеннен кейін жаңағы отбасы қалай табысқаны туралы айтылады. Мен ұсынар едім бұл кітапты оқуға өте жеңіл тілі, және кітаптың соңында әрбір деңгейге байланысты деңгейі көрсетіліп берілген. Және мен ұсынамын бұл кітапты біздің оқушыларымызға, мектептегі пән мұғалімдеріне және ағылшын тілін үйренгісі келетін барлық адамдарға оқуға ұсынамын. Тілі өте жеңіл және кітап ықшамды келеді. Мол мұра етіп, көркем баға жетпес асыл қазына қалдырған Шәкәрім Құдайберді ұлын біз қазір музыка сабағында, өзіміздің сабағымызда қалай қолданамыз. Қазіргі таңда 6-шы сыныптың интеллектуалды музыка деген үлкен тақырыпта балалар күрделі, мағыналы, философиялық ойға терең жазылған ақын композиторлардың өмірімен танысуда. Құдайбердіұлының «Жол табалық ақылмен» кітабы. Бұл кітапта Шәкәрім Құдайбердіұлының әрбір өлеңі рухани мол қазына береді оқушыларға. Қазақстанның табиғатының қалыптасуы мен даму тарихы кітабы көптеген жобаларға теңдессіз білім көзі болып табылады. Бұл еңбек табиғатты жай ғана суреттеп қана қоймай, Қазақстанның даму тарихын оқушыларға Бұл еңбек Қазақстанның даму тарихын ғылыми тұрғыдан түсіндіреді. Менің атым Қожа повесін оқып көрдіңіз бе? Есімізге ала отырып, сілтеме жасайтын боламыз. Сөзіне сілтеме қоямын. Ол үшін сөзі ерекшелеп аламыз. Сосын ссылкиді басамыз, сосын гиперссылка, одан кейін кейіпкер дегенді таңдаймыз. Контролды басамыз. Тұрсын Жұртбайдың «Ұраным алаш» деген шығармасын пайдаланамыз. Біз 9-шы класста да, 10-шы класста да алаш арыстарын оқимыз. Сол кезде Әлихан Бөкейханов бастаған алаш арыстарының тарихи жолын, қайраткерлігін оқыту үшін осы кітапты пайдаланамыз. Ақтөре Сейдімбектің «Қазақтың ауызша тарихы» деген шығармасы бар да, кітабы. Соны біз балаларға оқытамыз. Өйткені біздерде 10-шы сыныпта және 7-ші сыныпта қазақ жүздерінің шығу тарихы, географиялық орналасу аймағы, рулардың тарихы туралы беріледі. Тереңірек білу үшін осы кітапты пайдаланамыз. Тарихты біле отырып, бір жерге жинақталу үшін осы кітапты пайдаланып оқытамыз.